Сәлеметсіздер ме? Сіздерге манжетті кантпен тігуді үйретемін. Ол үшін осылай білегіміздің өлшемін аламыз. Оған тігіске 2 см қосып жанына осылай қиып аламыз. Енін өзіңіздің қалауыңызша қылыңыз. Бізге осындай жарты лапка керек болады. Кантты біз осындай лапкамен тігеміз. Кантқа жақын, асықпай, жақындатып тігуіміз керек. Сол кезде тігісіміз әдемі болады. Бұны тек қана манжетке емес, жағаға, ременге қойсаңыз, тіксеңіз, киіміңіз өте бағалы көрінеді. Мінекей, дайын күйде осындай әдемі болып шығады. Манжеттің екінші бөлігін үстіне қоямыз. Оны да кантқа жақындатып тігіп шығамыз. Маған қолдау білдіріп, каналыма жазылып қойыңыздар. Лайк пен комментарий жазуды ұмытпаймыз. Осылай закрепка береміз. Мінекей, өте әдемі болып шығады. Осыны жеңге қондырамыз. Мен осындай дайын петля алып, жай сіздерге қалай болатынын көрсетейін деп тігіп жатырмын. Оны өзіңіз косая бикамен әдемі қылып тіксеңіз де болады. Осылай екі бұрышын қиюымыз керек. Айналдырған кезде бұрышы әдемі болып шығу үшін. Мінекей, дайын күйде осындай болады. Өте әдемі, бағалы көрінеді. Осыны жеңге қондырып, түймесін тігеміз. Рахмет.